Алланың астына барғанға чейін адам болып барыш деп міндетіміз екен туғандар. Алла субханаху ва тағала ошондон туғандар барыбызга бир жүрөк берген екен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жүрөк боюнча эме дейт? Ала инна фил жасади мудга, ой жакшылык кыла дейт пайгамбарыбыз. Адамдын денесинде бир үзүм эт бар дейт. Bir üzüm et var. İza saluha, eğer o bir üzüm etiniz olursa, saluhat sayrul cesed. Bardı deniliniz oğulatkende. Ve iza fesada, eğer o yüreğiniz o nerse bozulsa, al bardı deniliniz bozulatken. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir tişten bir üzüm et al kaysın et dese, Peygamberimiz aytı ala ve hiyel kalp, jakşılık kıl al yürek dedi Peygamberimiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytı jakşılık kıl al yürek dedi. Yürek bozulsa tuğanlar yaşıl bozular. Жүрек бұзылса туғандар, қолдың кириян төреміз жақын кетеді. Жүрек бұзылса туғандар, пікір бұзылады. Жүрек бұзылса туғандар, тегерек четтеге бардың бұзылады. Жүрек бұзылса туғандар, жаш балдар жетім қалады. Жүрек бұзылса туғандар, қошыдан қорқып қалады. Жүрек бұзылса, үйге келгенде аяландан қорқып қалады туғандар. Ошондон жүректі бұзбай тұрған, жүректің абарып оңдай тұрған менет болып жатады. Ал Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям көргөзүп кеткен жол. Бұл ислам динimiz туғандар. Ошондон ислам дини биз болсо аракет кылсак, менет кылсак, ар бир адам мынакей өзүнүн динин үйрөнүп, ошого амал кылып, такылык ыктыяр кылып, Кудайдан коркуп, кандай эле жалпылыкта Кудайдан корккондой туғандар, жалгыздыктан Алладан корккондой аракет кылышыбыз керек. Кандай жалгыздыкта Алладан корксак, Алла субханаху ва таала ошончолук машалла жүзүбүздү мынакей жарат кылат.